بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамаат, мынау сіздер мен біздерді Алла Субхану ва Тағала осындай күндерге жеткізіп қойды. Еліміз егеменді болып, дінімізге емін еркіндік берілген, дінімізге қайтып келген, асыл дінімізге уақыттарға Алла Тағала жеткізіп қойды. Алла Субхану ва Тағала сансыз мадақтар, шүкірлер болсын. Алла Субхану ва Тағала адамзатқа берген нығметтері көп. Құран-ы Кәрімде Алла Субхану ва Тағала мархамет етіп айтады: "Ва ин та'уду ниматаллахи ла тусуха" дейді. Егер сіздер Алла Тағаланың нығметтерін санайтын болсаңыздар, оны санай алмайсыздар дейді. Алла Субхану ва Тағаланың ең ұлы нығметі осы иман, ислам нығметі. Адам иманды болар екен, адам исламда болар екен, бұл өте бақытты адам. Егер де осы дүниеде ең кедей болса да, неге пайғамбар алейхиссалату вассалам дүниенің ең бақытты адамын қиямет күні алып келеді дейді. Сөйтіп, оны дозаққа бір малтып шығарып, дозаққа бір кіргізіп шығарып, одан сұрайды дейді: "Сен дүниеде қандай мен саған жақсылықтарды бердім?" деп. Дүниенің ең бақытты адамы. Барлық байлығы да сода, бала-шаға да сода, әйел де сода, самолетпен қай жерге барам десе барады, қайда келсе келеді. Күніге неше түрлі адамдар жемейтін тамақтарды жейді. Барша, не адамзат армандайтын нәрсенің бәрі ода бар да. Дүниеде ең бақытты адам болған адам. Адамдардың есебімен есептегенде де, сол адамды қиямет күнде алып келіп, оны дозаққа бір малтып шығарып, бір кіргізіп шығарып: "Бендем, сен дүниеде қандай жақсылық көрдің?" десе: "Я Раббым, мен ешқандай жақсылық көрмедім" дейді. Дозақтағы бір сәт оған бүкіл дүниені ұмыттырады екен. Мәселен, адамзат осы дүниеде бір қиын жағдайға түсетін болса, қазір мынау әсіресе діндар адам жұмыс істемейді. Кейде діндар адам ауру болып қалса мүмкін істеуі мүмкін. Сау діндар адам ондай жұмыс істемейді, өзіне-өзі қол жұмсамайды. Өйткені біздің дінімізде өзіне-өзі қол жұмсаудан қайтарады. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алла Субхану ва Тағала "Ва ла тақтулу анфусакум" дейді. Өздеріңізді өлтірмеңіздер дейді. "Ва ла тулқу биайдихим иля тахлука" дейді. Өздеріңізді өлімге алып баратын жолға апармаңыздар. Өздеріңізді өлімге лақтырмаңыздар дегені, өздеріңізді өлімге алып баратын жолға да бармаңыздар дейді. Сол үшін мынау Саудия, басқа ислам мемлекеттерінде уламалар фатуа шығарып қойған. Мәселен, жолдың жылдамдығы мәселен 120 км/сағатына болатын болса, соны 150 км, 130 км өте үлкен жылдамдықта, мәселен, мемлекет берген жылдамдықтан жоғары жылдамдықта айдап аварияға түсіп қайтыс болатын болса, ол адам өзін өзі өлтіргенмен бірдей күнә жұмыс істеген болады дейді. Сол себептен біздің дінімізде өзін өзі өлтіруден қайтарады. Бірақ адамдар, жалпы адамдар басына бір қиыншылық түссе, өзін өзі өлтірмей мына жұмысты, мына дүниедегі қиыншылықтан не қылып жатыр? Құтылып жатыр. Екіншісі, қиналса да мына дүниеде қара су мен қара нан ішсе де, әркімнен күнде таяқ жесе де, өзінің өмірін өткізіп жатыр. Сөйтіп қиналып өмір сүріп жатқан адамдар да бар. Бірақ Алла Субхану ва Тағала осы екеуін де қияметте кесіп тастап жатыр. Құран-ы Кәрімде Алла Субхану ва Тағала айтады: "Ла ямуту фиха ва ла яхья" дейді. "Ла ямуту фиха ва ла яхья". Дозақтың азабы соншалықты ауыр, ең жеңіл жазасы дозақта бұл пайғамбар алейхиссалам немере ағасы Абу Талибке берілген. Бұл ол кісінің екі аяқ киімінің астын ішіне шоқ қойылады, тауықтың жұмыртқасындай. Ол миясын қайнатып тұрады. Ол миясын қайнатып тұрады оны. Мияның қайнап тұруын ойлаңызда, ыстық аяғыңыздан ұрып жатқан ыстықтан оның миясы қайнап тұрады. Бұл дозақтағы ең жеңіл жаза. Ол өлейін десе өле алмайды, өмір сүрейін десе өмір сүре алмайды. "Уала яхья", біз айттық қой, дүниеде қандай қиналса да өмір сүріп жатқан адамдар бар. Бірақ Алла Тағала онда не қылып жатыр? Кесіп тастап жатыр. Ол өмірде сүре алмайды дейді. Міне сол дозақтың азабы деген өте қатты екен. Бір сәті дозақтың осы дүниедегі бүкіл адамзат пайдаланған жақсылықтарын оны ұмыттырып жібереді екен. Енді осы дүниеде барлық қиыншылықты көрген ең бақытсыз адамды әкеледі дейді Алла Тағала. Ең бақытсыз адамды. Сонда ең бақытсыз адамды әкеліп тұрып, оны жәннатқа бір кіргізіп шығарып: "Бендем, сен дүниеде
жамандық көрдің ба десе, ол жамандықтың бәрін көрген. Оны адамдар менсінген емес, ең төмен адам болған. Оны адамдар күнде теуіп ұратын болған. Жейтіні қара нан мен қара су болған. Немесе аштан аш жүретін болған. Ең бақытсыз адам болған. Бүкіл өмірі жолы жүрген емес. Әйелді нашар немесе вообще жоқ әйелі, бала шағасы да жоқ. Ең қиыншылықтың бәрін көрген адам. Ең бақытсыз адам. Сол адамды жәннатқа бір малтып шығып, бір кіргізіп шығарып, сен дүниеде қандай қиыншылық көрдің десе, я Раббы, мен ешқандай қиыншылық көрмедім деп айтады екен. Руаяттарда келеді, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам үмметтерінің бәрі жәннатқа кіреді. Оның бірінші мәселені фирқаты нәжия дейді ғой, құтылушы жанындағы топ, олар тікелей жәннатқа кіреді. Енді біреулері бар, қылмысына жараса, кейбіреулердің Алла Тағала қылмысында, күнәсында кешіріп жәннатқа кіргізіп жібереді. Кейбіреулері бар, Алла Субхану ва Тағала ол күнәсіне жараса несін алып, жазасын алып, одан кейін жәннатқа кіргізеді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмметінен ең ақырғы жәннатқа кіретін адам дозақтан шығып жатыр да ол. Дозақтан шығып жатыр. Дозақтан төбеге көтеріледі, құлайды, төбеге көтеріледі, құлайды, үстінің бәрі күйіп кеткен, жанып кеткен. Өле алмайды ғой ол. Төбеге шығады, түседі, бір кезде Алла Тағала оны дозақтан шығарады. Шығарған кезінде Алла Тағала бір ағашты өсіреді екен. Сол өсірсе, ана ағашты көріп, я Раббы, мен сол ағаштың көлеңкесіне барып бір рахаттанайыншы. Мына дүниеде адамзат қатты қызып кеткен кезде нені істейді, нені қалайды? Бір салқын жер немесе салқын суды. Сол мәселен салқын жерді көріп, я Раббы, маған соны жеткізсе, сен бұдан кейін ештеңе сұрамайсың, мен ештеңе сұрамаймын бұдан кейін. Сен шынымен айтасың, мен шынымен айтамын, я Раббы, осы ағаштың түбіне барып бір маза қылып рахаттанып ұйықтасам, соған жеткізсең болды мені. Алла Тағала оның оған жеткізеді дейді. Жеткізгеннен кейін ар жақтан бір жемісті ағашты өсіріп қояды. Жемісі бар, астынан өзен ағып тұр, аппақ тынық суымен. Оны көреді, я Раббы, мен ана жемісті ағашқа жеткізші. Мен ананың жемістерінен жеп, ана судан ішіп, бір шомылып маза қылайын. Сен жаңа ғана айтып едің ғой, мен мына көлеңкеге жетсем болды деп. Мына дүниеде де білеміз, адамзат бір қиын жағдайда түссе, осыдан шықсам болды, мен ауылда қарапайым адам сияқты жүрсем болды дейді. Ана қарапайым халге келгеннен кейін барып, ана адамдардың жағдайлары жақсы болып қапты ғой, мен де солардың жағдайларындай боламын дейді. Одан кейін ол жағдайға жететін болса, мына бір байлар бар екен ғой, жаңағы самолетпен қаласа мына жаққа ұшып кетіп қаласам, мен де сөйтіп ұшсам екен деп. Өткен пайғамбар алейхиссалам айтады да, адам баласының бір ойпат алтыны болса, екінші ойпат алтынды қалайды дейді. Екі ойпат алтыны болса, үшінші ойпат алтынды қалайды. Адамзаттың көзін топырақ толтырады дейді. Яғни мәселен ана Билл Гейтстер бар. Олардың мәселен жаңағыдегі байлықтары соншалықты дәрежеде, үлкен мемлекеттерде ондай байлық жоқ та. Үлкен мемлекеттерде ондай байлық жоқ. Бір сағатта 20 миллион доллар оған келіп түсіп жатқан адам да. Бірақ сол адамдар да мәселен еш тойған емес та тоймайды. Енді сол мәселен жәннаттан шығарған жаңағы адам Алла Тағала сұрайды, мен ана неге жеткізші? Сол ағашқа жеткізші. Алла Тағала ол ағашқа жеткізеді. Жемістерін жейді, суға шомылады, рахаттанады. Бір кезде Алла Тағала жәннаттың дуалын көрсетеді дейді оған. Оның жәннаттың дуалын көрген кезде, я Раббы, мен осы жәннаттың дуалына жақындатсаң бол, жәннатқа кіріп десең демейлі. Жәннаттың дуалына жақындатшы мен дейді. Сонда сен жаңа ғана уәде берген ғой, мен мына ағаштың астына келсем болды. Ағаш дегенін сен білесің енді. Жеміс деген ол енді қияметтегі жемістер енді ол бітпейтін жеміс ғой ол. Суы бітпейтін су. Бірақ ол ана жәннаттың дуалын, жәннатты көргісі келеді. Соны жәннатқа жақындатады дейді. Кейін жәннатқа кіргізеді дейді. Жәннатқа кіргізген кезде, я Раббы, менде маған неде орын қалмапты ғой десе, саған дүниенің үлкен бір патшасын, патшалық байлығындай байлық берсем, не дейсің, не бендем дейді. Пайғамбарымыз үмметінің ең ақырғы жәннатқа кіріп жатқан адамға айтып жатқан сөз. Яғни бұл аси болған, Аллаға қарсы болған, күнәһкар болған пайғамбарымыз үмметінен ең ақырғы жәннатқа кіріп жатқан адамға Алла Тағала беріп жатқан сыйлығы. Енді мынау өздеріңіз имамдарыңыз Данияр қари, Қазақстандағы ең мықты қарилардың бірі. Бұл қариларды білесіздер. Қарилар жәннатта Алла Субхану ва Тағала ата анасының басына құрмет тәжісін кигізеді. Оларға айтады, сен дүниеде және Құранды өте шебер оқитындар дейді, ұлы періштелермен бірге болады дейді. Ол ұлы періштелермен бірге болады дейді, Құранды өте мықты оқитындар.
Сіздер бақыттысыздар ма? Мешітіңізде осындай қаридің имам болып сіздерге мына қазір ақшам намазында қандай керемет дауыспен Құран оқып берді. Осындай керемет дауысты өте шебер қарилар сондай ұлы періштелермен бірге болады дейді ол. Жәннатта сен дүниелік кезінде қалай Құранды сондай бір әдемілеп оқысаң, солай әдемілеп оқығанда жәннаттың төріне қарап кете бер дейді. Қашан ең ақырғы әрпің қай жерде болса сол жерге барасың сен дейді. Біз оларды айтып жатқан жоқпыз. Біз қазіргі айтып жатқан оқиғамыз ең ақырында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмметінен болған бір аси болған бір күнәһкар болған, намазын бір оқыса бір оқымай, сондай бір күнәһкар болған бір пайғамбарымыздың үмметінен болған бір бенденің жәннатқа кіру халін, ең ақырғы жәннатқа кіріп жатқан адамның жағдайын суреттеп беріп жатыр. Міне сонда мәселен оған дүниедегі бір үлкен патшалықтың, мысалы Ресей сияқты, Қытай сияқты бір үлкен бір патшалықтың патшалығындай байлық, оның жеріндей жер берсем қалай қарайсың десе, я Раббым, қане еді маған ондайды берсең, я Раббым, қане еді оны маған берсең десе, сондай патшаның 11-інің несін берсемші дейді. Я Раббым, онда қандай керемет болады десе, бүкіл дүниенің патшаларының патшалығындай байлық, патшалығындай патшалық берсемші десе, я Раббым, менің үстімнен күліп жатсың ба? Я Раббым, менің үстімнен күліп жатсың? Жоқ, мен сенің үстінен күліп жатсың, сен дүние патшаларының патшалығындай 11 есе патшалық, 11 есе байлығын бердім саған дейді. Бұл пайғамбар алейхиссаламның үмметінен ең ақырғы кірген адамға Алла субхану ва тағала берген сыйлығы. Алла субхану ва тағала ақыретте бұл пайғамбарымызбен бірге жүретіндерге беретін сыйлығы қайда жатыр? Ол қариларға беретін сыйлығы қайда жатыр? 5 уақыт намазын мешітте үзбестен оқыған жамаатқа беретін сыйлығы қайда жатыр? Пайғамбар алейхиссалам сәбәтун 7 кісі бар дейді. Ешбір сая жоқ күнде Алла субхану өзінің саясын алатын дейді. Соның біріншісі имамын адилин дейді. Әділ патша дейді. Әділ патша дейді. Яғни біздің елбасымыз сияқты әділ патша. Әділ патша. Не үшін әділ патша деп қойды? Егер патша әділ болатын болса, қол астындағы халықтың бәрінің жағдайы не болады? Жақсы болады. Міне Алла субхану ва тағала өзінің бенделерін ойлайтын осы хадистен білсек болады. Бірінші, ешбір сая жоқ күні саяға кіретін адам әділ патша екен. Екіншісі кім деді? Вашабун нашафи ибадати роббихи. Бір жігіт деді, Раббісіне ибадат етіп өскен. Жастайынан, 7 жасынан бастап Раббісіне ибадат етіп өскен. Үшіншісі кімсе? Роджулун қолбуху муаллафу фил масаджид. Бір жігіт, оның жүрегі мешітке байланған. 5 уақыт намазын мешітте оқиды. Бір кісі 5 уақыт намазын мешітте оқиды. Намаздан кейін намазы асыға күтеді. Төртіншісі кім десе? Төртіншісі роджулан тахабба филлахи ижтама алейхи ва тафаррақа алейхи. Бір екі кісі бірін-бірін жақсы көрген Алла үшін. Қазір күнде бірін-бірін жақсы көрген не үшін болады? Дүние үшін, мансап үшін. Оның дүниесі мансабы кетіп қалса, ертесіне танымағандай кетіп қалады. Егер дүниесі мансабы болса, оны сәке, мәке деп құрметтеп жүреді. Шымкентте бір кісі, мәке деген кісі, өте кете ешкім оны елемейтін бір адам болады. Ешкім оны тойына да шақырмайды, елемейді де, қарамайды да. Бір күні Алла Тағала оның балдарына байлық беріп, балдары бай болып кетеді, Шымкенттің байы. Сөйтсе ана тойдан қалмайды дейді. Тойда бірінші соны төрге шығарып отырғызып қояды дейді. Соң кейін ол енді адамға араласпаған адамда көп пікір бола бермейді ғой. Адамға араласқан адамдар, мәселен имамдар болса, имамдардың басы өте күшті болады. Өйткені олар күніне жүздеген адаммен сөйлеседі. Басшылар да сондай, басшылар да сондай. Олар күніне неше адаммен сөйлеседі, неше адамға пікір береді, ақыл береді. Енді ешкімге араласпаған адамда қандай пікір болады? Бірақ ол дейді, бір нәрсені қойып қалады дейді жаңағы. Ешкімге түспейтін ана оқиғаға немесе темадан ұзақ бір нәрсені айтып жібереді дейді. Бәрі дейді, отырғандардың бәрі мәкең дұрыс айтады деп айтады. Бізде достық немен болып жатыр? Қазір күнде достық байлықпенен, мансаппенен болып жатыр. Бірақ төртінші, ешбір сая жоқ күні Алла Тағаланың саясына кіретін адам, екі адам дейді. Олар бірін-бірін жақсы көрген Алла Тағаланың разы үшін. Ижтама алейхи ва тафаррақа алейхи. Бір-бірімен қосылған Алланың разылығы үшін, бір-бірімен ажырасса Алланың разылығы үшін ажырасқан. Яғни мәселен, сол досы бір Алланы ашуландыратын бір жұмыс істеп қалған кезде ғана одан, сен мына жұмыс істедің, мен сенен пока өзің түзетпейінше мен саған араласпаймын деп. Және бесінші бір кісі дейді. Дa'ату имраатун джамилатун за мансабин фақола инни ахафу Аллаху раббил аламин. Өте бір мансапты,
сулуу болгон айыл эч ким жок жерде зинага чакырган дейт. Эч ким жок, эч ким көрүп турган жок. Сонда ол айтты дейт: "Инни ахафуллаху раббил аламин." Мен бүкүл әлемнің Раббиси Алла Тааладан коркамын деп өзүм тыйган дейт. Ол да кыйыны, эч ким жок жерде өтө сулуу, өтө мансаптар бір айыл чакырып атыр да. Зинага чакырып жатыр да. Ол кезде нәпсин тиятын адам ким, кандай адам болот десе, шынымен Алла Тааладан корккан адам да. Және рожулун тасаддака фахфа хатта ла та'лам шимал ма танфиху яминуху дейт. Бір кісі садақа кылган дейт. Оң қол берген, сол қолы білмеген дейді. Яғни ол не деген? Оң қолы өзі болса, сол қолы өзінің әйелі, туысқаны, досы, соларға да айтпаған да, берген садақасын. Бұл риядан хали болған садақа да, рия болмаған садақа, мақтаныш үшін болмаған садақа. Бәлкім Алла Тағаланың шынайы разылығын қалап берілген садақа. Міне сондай кісі ертең қияметте ол ешбір сая жоқ Алла Тағаланың саясында болады дейді. Енді қазір күндерде мәселен зекет деген мәселелер бар. Ол зекетті адамдарға көрсетіп, естіріп берсе болады. Не үшін? Адамдар да білсін зекет беру керек екендігі. Зекет әрбір адамның, момындың несі? Міндеті ол. Сол міндетті басқалар білмей жатқан болса, көрсін, білсін, берсін. Бірақ жалпы анау садақалар болатын болса, нәпіл садақалар болса, оларды көрсетпей беру керек дейді ғұламалар айтады. Осы садақа бабын өттік қой қазір біз. Енді жетіншісі рожулун адакарлах халиян фафазатайнаху дейді. Алла Тағаланы есіне алған дейді, көзінен жалғыз өзі тұрған қалды. Mesela адамдардың ішінде адам көзіне жас келу мүмкін екен да? Адамдардың ішінде тұрған кезде адамның көзіне жас келу мүмкін екен. Бірақ жалғыз өзіңіз отырған кезде жастың келуі қиын екен да? Жалғыз өзі отырған кезде ешкім жоқ. Алла Субхану ва Тағала есіне алып көздерінен жастар бұлақтап аққан. Міне бұл жетінші кісі ертең қияметте ешбір сая жоқ екен, Алла Тағала өзінің саясын алады. Сол себептен Алла Субхану ва Тағала осындай уақыттарды беріп қойды. Бұлардың шүкіршілігін қылып, 5 уақыт намазымызды уақытында оқып, иләжі барынша мешітке келіп жамаатпен оқитын болсақ, жамаатпен оқығанның намазды жалғыз оқығанның намазынан 27 есе абзал. Егер біздің затымыз үйде келіп 1 теңгеден алса да базарға барып 27 теңгеден алатын болса, біз үйде сатпаймыз оны, базарға барып сатамыз. Сол себептен 27 есе мына жерде сауап тұрған кезде әлбетте мешітке барып оқу керек. Өйткені момын адам ол мәселен өзінің амалының өте бір сауабы көп болуын қалайды. Өйткені біз ертең қиямет келеді. Біздер сондай мұқтаж боламыз ол амалдарымыздың көбеюіне. Амал дәптері, амалдарымыз, жақсы амалдарымыз, жаман амалдарымыз тартылатын уақыт болады. Сол кезде осы дүниеде жасап қалған амалдарымыз ертең бізге сол қияметте пайда береді. Өйткені біздер мына дүние бұл өткінші дүние. Мына дүниеге алданып қалмамыз керек. Ертең қиямет келеді, бірақ соны ойлауымыз керек. Қиямет келеді деген кезде мына дүниеде бала шағаны ойламасын деген сөз жоқ бұл жерде. Ер адамның міндеті бала шағасын асырауы, бала шағасын қарауы. Бала шағасын киімі меді, тұратын жайы меді, тамағы меді, бұл ер адамның міндеті болады ол. Сол себептен ер адам, Құранда Алла Субхану ва Тағала «Ваджа'ална ан-нахара ма'аша» дейді. Біз күндізді тірекшілік үшін белгіленген уақыт қылдық дейді. Сол себептен күндізді тірекшілік үшін белгіленген уақыт болды. Біздер нафақамызды тауып, бала шағамызды не бағуымыз үшін. Енді мәселен мен Ар-Рахман сүресінің алғашқы 3 аятын бір кішкене тәфсірлеп берейін деп жатырмын. Ар-Рахман сүресі өзі негізінде Құран-ы Кәрімнің бәрі мұғжиза. Құран-ы Кәрімнің басынан ақырына шейін мұғжиза. Мәселен біздер Құран-ы Кәрімді аудардық қазақ тіліне. Соны аудару үшін біз қанша араб грамматика кітаптарын оқыдық, сарфтың неше түрін оқыдық, нахудың неше түрін оқыдық, мантиқтың, балағаның неше түрін оқыдық. Сөйтіп бір 10-15 жыл, 20 жыл білімді жинағанымыздан кейін барып Құранды аудару Алла Тағала нәсіп етті. Енді мәселен біз ол Құранды сүйіп оқыдық. Біз ол Құранды біздің дініміз деп оқып, дініміз деп аудардық. Біз мәселен адам бір нәрсені жақсы көретін болса, оның кемшілігін көрмеуі мүмкін. Бірақ мынау шығыстанушы ғалымдар болды. Шығыстанушы ғалымдар бұлар араб тілін үйренді. Не үшін үйренді десе, араб тілін үйреніп, Құранды аударып, Құранның ішінде қандай кемшілік болса бүкіл дүниеге жариялау үшін. Мұсылмандарды масқаралау үшін. Хадисті үйреніп, хадисте қандай кемшілік бар дүниеге жариялау үшін олар араб тілін үйренді. Олар да араб тілін біз қандай машақатпен үйренген болсақ, олар да сондай машақатпен олар араб тілін үйренді. Бірақ олар араб тілін көрген кезінде, араб тілінде, яғни мәселен Құранды көрген кезінде,
ол Құранның араб тілінің бір жеріне қайшы келмейтінін көрген кезінде, бәлкім сондай бір әрбір Алла Тағаланың сөзінің астында өте күшті мағыналарды жатқанын көрген кезінде олар исламды қабылдаудан басқа илажы қалмады. Қаншасы олардың исламды қабылдады, шығыстанушы ғалымдардың. Не үшін? Бұлардың бірақ мақсаты не еді? Мақсаты оларды дайындап жатқан адамдар бар еді. Қанша ақша беріп, оқытып, сен мына Құранды үйренесің, хадисті үйренесің, ішіндегі кемшілігін дүниеге жарғылайсың деп. Бірақ олар Құранды, хадисті оқыған кезінде бұл діннің қандай кәміл дін екенін, бұл Құранның әрбір сөзі қандай кәміл мағынадағы сөздер екенін көрген кезінде олар исламды қабылдады. Біз енді осыған бір мысал ретінде бір нені келтіріп кететін болсақ, мәселен, бұл исламнан алдында біреу өлтіріп кететін болса, арабтарда, оларда кек алу бар еді. Кек алатын еді, барып ана өлтірген адамды өлтіріп жіберетін еді. Сонда олар арабтарда сөз бар еді. Әл-қотлу анфа лил-қотл деген. Әл-қотлу анфау лил-қотл деген. Яғни, біреуді өлтіруді пайда қылады дейтін еді. Біреуді өлтіруді пайда қылады дейтін еді. Сөздің басында да өлім деген сөз қолданды олар, соңында да. Бірақ Алла Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде осыны қалай түсіндірді? Лакум фил қисаси хаятун я улил әлбаб деді. Ей ақыл иелері, ей даналар, кек алуда сендер үшін өмір бар деді. Қараң, бір жерде өлім деген сөзді қолданбады Алла Субхану ва Тағала. Бірақ жаңағы арабтардың айтқан сөзінің бәрі ана жерде не? Мағынасында бар. Лакум фил қисаси хаятун я улил әлбаб. Кек алуда сендер үшін өмір бар, ей ақыл иелерді. Міне сол Құран-ы Кәрімнің мұжизалығы Алла Субхану ва Тағала Ар-Рахман сүресінде Ар-Рахман дейді. Алла Тағала айтады, аса қамқор дейді. Алла Субхану ва Тағаланың қамқорлығын біз көріп жатырмыз. Адамзатты қандай жаратып қойды? Дүниедегі барлық нәрсені адамзат үшін жаратып қойды Алла Субхану ва Тағала. Ол Алла сондай, Алла сіздер үшін жер бетінде барша нәрсені сіздер үшін жаратты дейді. Қараңыз, мынау сиырымыз, оған шөп бересіз, шөпті жейді. Бірақ ол шөп бермейді бізге. Бізге беретін сүт береді, ет береді, сармай береді, ірімшік береді, қандай тәтті тамақтарды береді. Бірақ жейтіні шөп. Олар да ет жейтін болса қалай болады еді біздің күніміз? Ет жеймін деп тұрса. Олар да мен ет жеймін деп тұрса қалай болады еді? Сосын оның мәселен сиырдың баласын бұзауыма, өгізіме семірсе алып барып соясыз. Оларға Алла Тағала тіл беріп, ей жалмауыз, менің баламды қайда кеттің деп тұрса қайтейін ек? Алла Субхану ва Тағала адамзатқа қалай мархамет беріп қойды, олардың бәрін бойсындырып қойды. Жер бетінде барша нәрсені Алла Тағала адамзатқа бойсындырып қойды. Ар-Рахман, Алла Тағала аса қамқор. Қамқорлығында шек жоқ. Міне біз жер шарының үстінде тұрмыз. Жер шары мәселен секундына қанша километр, сағатына қанша мыңдаған километр айналады. Бірақ сондай үлкен жылдамдықта айналып жатқан жердің айналып тұрғанын сеземіз ба? Қараңыз, Алла Тағала қалай қылып жаратып қойған. Алла Субхану ва Тағала сол үшін біздің дінімізде бір көргорана соқыр сенімменен исламға келуді шақырмайды Алла Субхану ва Тағала. Алла Субхану ва Тағала ақылменен, парасатменен, білімменен исламды қабылдауға шақырады. Құран-ы Кәрімде Алла Субхану ва Тағала айтады: "Инна фи халқис самауати вал арзи ва ихтилафи лайли ван нахари ла аяти ли улил альбаб." Әлбетте көктер мен жердің жаратылысында күндіз бен түннің ауысып тұруында ақыл иелеріне аят дәлелдер бар дейді. Қараңыз, мынау материалистер, коммунистер, алдыңғы уақыттағы дәһрилер, олар солай деп айтты. Мына дүние қайдан пайда болды десең, мына дүние бір үлкен жарылыс болды пайда болды дейді. Үлкен жарылыс жасап көрсінші, бір нәрсе пайда бола ма одан? Міне Америка атомный бомбаны тастады анау Японияның екі қаласына, Нагасаки мен Хиросимаға. Осы күнге шейін зардабын шегіп жатыр. Бір нәрсе пайда болған жоқ одан. Осы күнге шейін зардабын шегіп жатыр. Семейдегі полигон. Осы күнге шейін сол жердегі адамдар зардап шегіп жатыр. Ол жерден ешқандай атом қанша мыңдаған бомбаны сынап көрді. Ештеңе пайда болған жоқ одан. Шыбында, шіркейде пайда болған жоқ одан. Өйткені одан ештеңе пайда болмайды. Сол материалистерден адамзат маймылдан пайда болды дейді олар. Маймылдың ең ақыры ар жағын сұрамай ақ қой дейді, маймылдан пайда болды. Енді маймылдан пайда болған болса, қалай ол маймыл адамзатқа айналып кетті десең, еңбекпенен дейді. Мен оларға сұрақ қоям. Еңбекпенен пайда болған болса, қазір күнде сиркте ойнап жатқан маймылдар бар. Олардың 7 атасы емес, 10 атасы да белгілі. Қай жерден келген? Южный Африкадан келді ме? Жоқ. Южный Америкадан келді ме? Жоқ. Солтүстік Америкадан келді ме? Қайдан келді? Бәрі белгілі.
Олардың паспорттары бар, қай жерден келді, қашан келді. Бірақ солар сол сиріктен не бір түрлі түріктарды істеп жатыр, не бір қиын адамзат істемейтін амалдарды істеп жатыр да. Олар неге адамзатқа айналмай жатыр десең, беттері бүлк етпейді, бет бүлк етпейді. Адамға айналады ол дейді. Қашан десең 1 миллион жылдан кейін дейді. Эволюция кетіп жатыр ол дейді. 1 миллион жылдан кейін адамға айналады ол дейді. Бірақ Алла субхану ва тағала адамзатты адамзат қылып жаратып қойған Раббымыз Құранда бізге не дейді? Ар-Рахман, Алла тағала аса қамқор дейді. Алламал Құран дейді. Құранды үйретті. Кімге үйретті? Үмми, пайғамбарға үйретті. Үмми деген не дегені? Үмми деген анасынан тума сауаты жоқ адамға үйретті. Біз мәселен жаңа айтып өтіп кеттік, осы араб тілін үйрену үшін қанша кітапты бітірдік деп. Қазір маған біреу араб тілінде бір еңбек жазатын болса, мен оның қай жерінде грамматикалық ошибкасы бар, қатесі бар білем. Оқысам, қарасам, оны қазақ тілі пәнінің мұғалімі қазақ тілден бір шығарма жазсаң, сенің қанша қатеңді тауып беретін болса, мен араб тілінен жазған араб тілі кітаптарын сонша қате тауып бере аламын, кім не жазып беретін болса. Мына жерің сен мына неге тура келмей жатыр, мына ережесіне тура келмей жатыр. Біз сол Құранды оқыдық, Құранды аудардық, бір жерінде ережеге қате жер жоқ. Болмаса ереже кейін пайда болды. Араб тілі ережесі ең бірінші пайда болған уақыттары Али ибн Аби Талиб разияллаху анхудың дәуірінен басталды. Бірақ ана жерде бір жерінде қатесі жоқ. Соны Алла субхану ва тағала Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға берді. Қандай оқуды жазуды біле алмайтын адамға берді. Оқуды жазуды біле алмайтын адам емес, 10 жылды бітірген, шілей 5-ке бітірмеген балдар болса, ол бір сондай кітап жататын болса, қанша қате жібереді ол? Бірінші кітап жаза алмайды ол. Кітап жазатын болса, қанша қате жібереді ол? Әрбір сөйлемінде бір қатені тауып аласың ол. Ал бірақ пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға Алла субхану ва тағала міндет қылып айтып жатыр. Бірінші өзін айтты Алла субхану ва тағала. Ар-Рахман деп қойды. Аса қамқормын мен деп қойды Алла тағала. Екінші үлкен мұғжиза нені айтты? Пайғамбарымыз айтты. Алламал Құран, Құранды үйретті деп. Үшіншісі одан төмен болған мұғжизаны айтты. Ол не? Халақал инсани алламахул баян. Адамзатты жаратып сөйлеуді үйретті деді. Баяндауды үйретті деді. Біз мәселен бір-бірімізге өзіміздің ішіміздегі сырымызды айта аламыз. Бір-бірімізге ішіміздегі сырымызды жеткізе аламыз. Ішімізде қандай бір уайым қайғы болатынымызды оны жеткізе аламыз. Қараңыз, Алла субхану ва тағала адамзатты осылай жаратты. Мынау қазіргі күнге шейін адамдар дейді, мынау адамдардың арасында тартыс бар. Қандай тартыс десе адамдар айтады. Мынау дейді адамзат дейді заттардың атын атауды қалай үйренді? Көріп үйренді ме? Мәселен бір тасты алып алып тістеп көріп, бұл тас екен, жеуге болмайды екен деп қойып қойды. Қараса алма түсіп жатыр, алманы бүйтіп тістеп жеп көрді. Мынау алма екен, жесе болады екен. Осылай атады деп ойлайды адамдар. Бірақ Құранда Алла субхану ва тағала не дейді? Құранда Алла субхану ва тағала وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين дейді. Жер бетіндегі барша заттардың атын Алла субхану ва тағала Адам алейхиссаламға үйретіп, кейін сол заттарды періштелерге көлденең қылып, сендер сөздеріңде шыншыл болсаңдар, яғни халифалыққа біз лайық деген сөздеріңде шыншыл болсаңдар, онда сендер мына заттардың аттарын атап беріңдерші деді. Сондай ұлы жаратылыс болған періштелердің өзі Алла тағала оларға бір нәрсені үйретпесе білмейді екен. Міне осы аяттан түсінеміз. Періштелердің өзі Алла субхану ва тағала оларға бір нәрсені үйретпесе білмейді екен. Қараңыз, бұл біз мәселен баламыздың тілі шыққаннан бастап ата де, ана де деп үйретеміз. Содан кейін оның тілі шыққаннан кейін біз не айтып жатырмыз? Есті бұл сөйлейді. Ана глухо немой дегендер бар. Глухо немой дегендер сөйлей алмайды. Не үшін десе құлақ естіпейді оның. Бірінші ол керең болып туылады да, содан кейін тілі шықпайды оның. Болмаса тілі орнында тұр оның. Ана тас керең болғаннан кейін, естіпегеннен кейін ол тіліне шықпайды ол сөз. Мынау Германияда 100 баланы эксперименттен өткізеді. Ештеңе сөйлемейміз дейді. Осылар дейді, заттарды бәрін әкеп береді. Тамағы меді, басқасы меді, ойнайтын заттарын бәрін әкеп береді. Бүкіл жағдайын жасап береді. Бұл не үшін? Адамзат көрген нәрсесіне атауды өзі қояды ма? Жоқ, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан нәрсе ме? Біздің дініміз не дейді? Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан нәрсе дейді. Ең бірінші Адам алейхиссаламға Алла тағала үйретті, кейін Адам алейхиссалам өзінің перзенттеріне үйретті, содан былай келді. Ал Алла субхану ва тағала осылай деп Құранда хабар берді. Ал жаңағы немістердің экспериментінен кейін жаңағы 100 бала тек айқайлайтын болып қалады. Ештеңені сөйлей алмайды, атай алмайды, тек айқайлайтын болып қалады.
Қараңыз. Сол себептен Алла Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде мақтанып тұрып айтып жатыр. Ар-Рахман деп өзінен бастады Алла Субхану ва Тағала. Мен аса қамқормын деп. Одан кейін пайғамбар алейхиссаламға түсті. Өйткені пайғамбар алейхиссалам оқуды жазуды білмейтін пайғамбарымызға Алла Субхану ва Тағала Құрандай бүкіл дүние таңғалатын кітапты түсіріп қойды. Мәселен, бүкіл пайғамбарларға келген мұғжизалар келді. Бүкіл пайғамбарлардың мұғжизалары өздері өтуменен кетті. Бірақ сіздер мен біздердің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға келген мұғжиза қияметке шейін жалғасады. Ол не десе Құран-ы Кәрим. Құран-ы Кәрим. Өйткені Құран-ы Кәрімде міне 20-шы ғасырдың өзінде Құран-ы Кәрімде берген Алла Тағала берген хабарлардың, жаңалықтардың нешеуі расталды. Оның біреу анау Густоның теңіздегі сулардың арасында мәселен адамзаттың көзіне көрінбейтін жәлдегі тосықтың болуы. Бәйнәһума барзахул ла ябғиян. Екеуінің арасында барзах бар, олар бір-біріне қосыла алмайды дейді суларды. Осы мәселен қосыла алмайтынын көрген кезінде бір жерде ыстық су ағысы ағып жатыр, бір жерде мұздай су ағысы ағып жатыр. Екеуі бір-біріне бүйтіп қосылып кетіп жатыр, бір-біріне қосылмайды. Бір жоғары қабатында тынық су, одан кейін лайық су, одан кейін тынық су, одан кейін лайық су, одан кейін тұзды су. Осылай мәселен Баренц теңізінде бірінен кейін бірі үстіне мінген, ол сулар бірін-біріне қосылып кетпейді. Қалай мәселен бір жерде ащы су, тұщы су тұрады да, бірін-біріне қосылып кетпейді. Болмаса ол араласып кету керек. Бір ыдысқа салып қойықшы. Үлкен ыдыс жасап. Ол бірін-біріне араласып кетеді. Тұзды су басып кетеді. Тұз деген нәрсе мәселен білесіздер, ащы су бар, тұщы су бар. Ащы су деген теңізге барып шомылатын болсаңыз, мына көзіңізге сол су кіретін болса, көзіңізді ашытады. Оның жанына тәтті суды алып келіп құятын болсаңыз, ол тәтті болмайды шықшады. 1 литр суға 1 литр тәтті су, жаңағы теңіздің суына 1 литр тұщы суды әкеліп қосып жіберіңізші, ол ащы су болады қайтадан. А бірақ мына өздеріңіз көріп тұрған балқаштың жарысы тұщы, жарысы ащы мәселе. Қалай ол мәселен барлығы бірін-біріне қосылып, барлығы сол ащыға жақын суға айналып кетпей жатыр. Өйткені Алла Субхану ва Тағала қалағаны болып жатыр да ол. Сол себептен Алла Субхану ва Тағала «Халақал инсана алламахул баян» деді. Адамзатты Алла Субхану ва Тағала жаратып, оған баяндауды үйретті дейді. Сол себептен бұл Құран-ы Кәрімнің басынан ақырына шейін осылай зерттейтін болсаңыз, бұл тәфсир адамзаттың қаламдары бітіп қалуы мүмкін, адамзаттың сөздері бітіп қалуы мүмкін, ол бітпейді. Неше Құран-ы Кәрим мәселен қазір біздер хижри есеппенен 1435 жылда тұрмыз. 1435 жылда тұрмыз хижри есеппенен. Бұл хижри есеп қашан басталды десе, хижри есеп бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асхабтарыменен Меккеден Мединеге көшкен уақытынан басталды. Енді 1435 болса, ар жағында ол кісілер Меккеде 13 жыл тұрған болса, 1435-ке 13-ті қосатын болсаңыз 1448 жыл. 1448 жыл алдын бұл Құран-ы Кәрім түсе бастады. 23 жылда пайғамбар алейхиссаламға түсті. Бүкіл пайғамбарлардың мұжизалары бітті өздері өтуменен. Бірақ пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның мұжизасы қияметке шейін жалғасады. Ол қайсы? Құран-ы Кәрим. Құран-ы Кәрімнің өзінің түрі мұжизада бір әріпі өзгерместен, бір нүктесі өзгерместен. Болмаса бұл Құран-ы Кәрімді өзгертуге қанша ұрынулар болды. Өзгертеміз. Бір жерін өзгерте алған жоқ. Өйткені бұл Құран-ы Кәрім Абу Бакр Сиддиқ разиаллаху анхудың дәуірінде жиналды. Усман ибн Аффан разиаллаху анхудың дәуірінде басылды, 7 Құран болып басылды. Сөйтіп бүкіл ислам әлеміне 7 Құран таратылды. Соның қазіргі күнде 4-еуі тұр. Усмани Құранның 4-еуі тұр. Бірінші сол кезде басылған Құран. Дүниеде 4-еуі сақталып тұр. Біреу біздің мынау көршіміз Өзбекстанда сақталып тұр. Қараңыз, Алла Субхану ва Тағала бұл Құранды не деп қойды? Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Бұл Құранды біз түсірдік те Алла Субхану, бұл Құранды біз сақтаймыз дейді. Алла Субхану ва Тағала бұл Құранды сақтап қойды. Мынау христиандар бар. Христиандар, мәселен, христиандарда қазіргі күнде 4 кітап бар. 4 кітапта бірін-біріне тура келмейді. Аяты да тура келмейді, ішіндегі мағыналарында да кемшіліктер бар, қателер бар, бірін-біріне қарама-қайшы. Және аяттардың санында да бірін-біріне қарама-қайшы. Заманы жазылуы да бірін-біріне қарама-қайшы. Ол кітаптар қашан кім таңдап алды десе, ол кітапты таңдап алған адам Константин деген Византия императоры таңдап алған. Константин деген. Бұл өзі анау мүшрик болған, көп құдайшыл болған. Көп құдайшыл болған ол. Ол мәселе Грецияда көп құдайшылдық болды ғой.
Сол көп құдайшыл адам болған ол. Христиандардың бәрін жинаған ол. Христиандардың бәрін жинап тұрып, 60-тан аса кітабы болады олардың. 60-тан аса кітабын бәрін әкелдіріп, сөйтіп содан 4-еуін өзі қалағанын таңдап алады. Ол дінді түсінбейді. Дінді түсінбейтін адам өзі қалағанын таңдап алады ішінен. Сөйтеді қалған бәрін өртеңдер дейді. Осы жерде өртеңдер дейді. Осы 4-еуімен ғана жүресіңдер дейді. Сөйтіп христиандарға осы 4-еуін белгілеп берген. Ал бірақ біздің Құран-ы Кәрімде Алла Субхану ва Тағаланың мархаметіменен Алла Субхану ва Тағала қияметке шейін сақтаймыз деді. Ол қияметке шейін сақталып келеді. Енді мәселен, біздерде мәселен қазіргі күнде біздер имам Абу Ханифа мазхабымен жүріп жатырмыз. Біздің қазақта шығыс болсын, батыс болсын, солтүстік болсын, оңтүстік болсын, бәрі имам Абу Ханифа мазхабында болды. Қазақта осы советтен ілгері қазақ сондай ислам дамыған елдің бірі болған. Семейдің өзінде 2 медресе, Петропавлда медресе, қанша басқа облыс орталықтарының бәрінде медреселер болды. Ең кемі әр ауылда бір мықты молдасы болды. Соны қараңыз, сол мәселен бір жерінде имам Абу Ханифа мазхабынан басқа нәрсе болған жоқ. Біз енді қазір күндерде осы кейбір жастарымыз басқа ағымдарға немесе басқа бір жолдарға өтіп кетіп жатқан жастарымызға біздер имам Абу Ханифа мазхабымен жүруіміз керек десек айтады, сендер анау мүшриктер сияқты сөйлеп жатсыңдар ғой дейді. Мүшриктерге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келіп айтады, жалғыз Алла Тағалаға ибадат қылыңдар, мынау 360 бұтқа сыйымдарын қойыңдар десе, мүшриктер айтады, біз ата бабамызды осы 360 бұтқа сыйынған қалде тапқанбыз, біз осыған сыйынамыз дейді. Сендер ата бабаларыңды Ханафи мазхабын тапқан болсаңдар, имам Абу Ханифаға құдай қылып жатсыңдар ма деген сөзге апарады, анау жаңағы тура мүшриктермен салыстырып. Бұл салыстыру өте қауіпті, өте надан адамның салыстыруы. Не үшін? Біріншіден имам Абу Ханифа рахимахуллах ұлы табиин болған адам. Пайғамбар алейхиссалам айтады, «Хойрул қуруни қорни» дейді. Ғасырдың ең жақсысы менің ғасырым дейді. Не үшін? Пайғамбар алейхиссалам қандай проблемасы өзінен келіп сұрайды. Кейін оған көрші болған ғасыр дейді. Ол қайсы ғасыр десе, сахабалардың ғасыры. Не үшін сахабалардың ғасыры ондай жақсы ғасыр десе, олар пайғамбарымызды көрді. Олар Құранның түсіп тұрғанын көрді. Олар бәрін көрді. Қайсы аят, қайсы оқиғаның үстінде, қайсы адамның үстінде түсті. Қайсы хадис қашан түсті, қалай айтылды. Сол себептен олардан қандай проблема болса келіп сұраса, олар шешіп беретін еді. Бірі білмесе, бірі білетін еді. Кейін оған көрші болған ғасыр еді, ол табииндердің ғасыры. Бұл табииндердің ғасыры, ол имам Абу Ханифа туылып өскен ғасыр. Имам Абу Ханифа бірінші ғасырда дүниеге келді, 80-ші хижрида. Екінші ғасырда 150-ші хижрида қайтыс болды. Мынау совет деген мемлекет бар, білесіздер. Оның тоқтап қалғанына биыл 23 жыл болады иншалла. 23 жыл болады. Енді осы 23 жыл алдын туылған бала, 91 жыл туылған бала совет мемлекетін мүлдем білмейді. Енді ол 70-80 жылдар 20 жаста болған кісілер жақсы біледі. 70-80 жылдар. Енді мәселен, және бір 100 жылдан кейін туылған бала, мен совет мемлекетін білемін десе қалай болады ол? Қазір 91 жыл туылғандар білмейді. Енді мәселен, пайғамбар алейхиссаламды көргендер сахабалар, сахабаларды көргендер табииндар. Сол табииндар дінді жақсы біледі ме? Жоқ, 1435 жылдан кейін, немесе 1400 жылдан кейін шыққан адамдар о дінді жақсы біледі ме? Көрдіңіз ба, қайда жатыр? Әлбетте біздің бұл дінімізді ана советтің системасыларымен, басқалармен салыстыруға болмайды. Өйткені біздің дінімізге өте қатты көңіл бөлген. Адамдар жаттап тұрып, бірін-біріне өстіп жеткізіп келіп тұрған. Міне сол жаттап жеткізіп берген нәрсе бұл имам Абу Ханифа. Мәселен, біздерде 4 мазхабтың бәрін мойындаймыз. 4 мазхаб бұлар ахлу сүнна уал жамаға кіреді. Олар имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафиғи, имам Ахмад бин Хамбал. Бұның 4-еуі бір медресенің түлектері. Ол пайғамбарымыздың асхабтарының медресенің түлектері. Олар кейбір фарғи мәселелерде бірін-біріне қарама-қайшы болғанмен, бұлардың ақидасы да, бұлардың фиқи мәселесі де барлығы бірдей. Бұлар бірін-бірін құрмет деген. Мәселен, имам Малик болатын болса, имам Маликтің шәкірті имам Шафи болған. Имам Шафи бір күні мешітте тұрса, қараса бір кісі сондай әдемі намаз оқып тұр.
Ол имам Абу Ханифа мазхабында намаз оқып тұрады. Сонда оны көрген имам Шафиғи жаңағы кісі намаз оқып болғаннан кейін сұрайды: сен мынандай керемет намаз оқыдың, бұл намаз оқуды кімнен үйрендің дейді. Сонда ол кісі айтады: мен дейді имам Абу Ханифаның шәкірті имам Абу Юсуфтен оқыдым дейді. Сонда ол кісінің жүрегінде сондай махаббат оянады: мен имам Абу Юсуфты көрсем барып деп. Сөйтіп имам Мәликке келеді: мен осында имам Абу Юсуфты барып сабақ алсам көрсем дейді. Сонда имам Мәлик айтады: мақұл бар дейді, мен сенің жол көреңді мен тауып беремін дейді. Шәкірті ғой, жол көресі жоғын біледі. Сен дейді керуенді іздей бер дейді. Бір күні керуенді табады имам Шафи. Керуенді тауып, керуенің кететін күн жақындап жатыр. Содан кейін имам Мәликке келіп: ана ақша берем дебеңіз ғой, мынау керуен таптым деуге тілі бармайды. Керуенің кететін уақыты жақындап жатыр. Сонда бір кезде бір кісі: имам Мәлик деп айқайлайды. Содан кейін қараса бір саудагер келіп жатыр. Мына мен сізге біраз күннен бері ақша берем деп жүрем, сізді таппай жатыр, мына ақшаны алыңыз деп береді. Содан кейін ол кісі алады да имам Шафидің қолына ұстатады: мен осыны күтіп жатырмын деп. Содан кейін имам Шафи айтады: сіз неге өзіңізде жоқ нәрсені өзіңізге алдыңыз дейді. Сіз ақыр маған уәде бердіңіз дейді. Бірақ ол сізде жоқ еді дейді. Сіз оған өйтіп уәде беруге сіз емессіз ғой, мұқтаж емессіз ғой. Өйткені қалай бұл десе, ол кісі сонда аят кәриманы оқиды: мән яттақиллах яджъал лаху махраджан ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Кім Алладан шынымен қорқатын болса, яджъал лаху махраджан, ол үшін осы дүниеде жолын ашып қояды дейді. Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб, өзі ойламаған жақтан ризықты береді дейді. Мен ойлаған жоқпын, маған осы ақшаны әкеліп берді. Бірақ мен Алла Тағаланың осы аятына сеніп саған уәде бермеймін дейді. Сөйтіп имам Шафидің жол көресін төлеп жібереді. Имам Шафи бұл Куфаға келіп, имам Абу Ханифаның шәкірті имам Абу Юсуфты сабақ алады. Сол себептен ол кісіде фатва қадим, фатва жадид деген фатвалары бар. Ескі фатвалары бар да жаңа фатвалар. Жаңа фатвасының көбісі имам Абу Юсуфтың фатваларына тура келеді. Қараңыз, енді мен сіздерге имам Шафиді кішкентай таныстырып өтейін. Имам Шафи рахматулла бұл кісі Меккеде өсті. Бұл кісінің анасы бұл кісіні 4 жасында Палестинадан көтеріп келді Меккеге. Не үшін? Діни білім алсын деп баласын, 4 жасар баласын көтеріп келді. Жоқ, көлік жоқ. Жаяу келді, 1000 километрден аса ұзақтықтан. Баласын көтеріп келді, осы балама Алла Тағала білім берсін деп. Сонда ол кісі Меккеде білім алады. Меккеде 10 жасында ол кісіге білім беретін адам қалмайды. Меккеде 10 жасында ол кісіге білім беретін адам қалмайды. Ол кісі араб әдебиетіне беріліп кетеді. Сонда араб әдебиетіне беріліп кетеді. Өлеңдеріне, тақпақтарына. Сонда адамдар келіп: ей Мұхаммад, ол кісінің аты Мұхаммад ибн Идрис. Ей Мұхаммад дейді, сен дейді Құран, хадис қалып дейді, мынау араб әдебиетіне беріліп кеттің десе, ол 10 жасар бала тұрып айтады: маған Меккеде сабақ бере алатын адам бар ма дейді. Сонда ол кісіге айтады: сен дейді Мединеге бар дейді, Мединеде имам Мәлик бар дейді, содан сабақ ал дейді. 10 жасар баланың істеген ісін қараңыз. 10 жасар бала сол имам Мәликтің Муатта деген хадис кітабын жаттап, содан кейін ол кісінің қолына білімге барады. Бірақ ол кісінің білімін азғантай уақыттың ішінде алып қояды да, бірақ 17 жыл ол кісінің қызметінде тұрады. Құрметін қылып. Енді қараңыз, Меккенің, Мединенің толық білімін алған адам имам Абу Ханифаның шәкірті имам Абу Юсуфқа шәкірт болып келді. Адамдар қазір күнде айтады: мынау дейді, Мекке, Медине білімі мықты ма, жоқ, имам Абу Ханифаның білімі мықты ма дейді. Ол кез қайсы кез ол кез? Ол кез исламның ең қайнаған кез. Исламның 2-ші ғасыры. Міне сол исламның 2-ші ғасырында сондай табииндердің заманында Меккедегі, Мединедегі бүкіл білімді алған адам Куфаға келіп имам Абу Ханифаның шәкіртіне шәкірт болды. Сіздер біле беріңіздер, имам Абу Ханифаның мектебі қандай күшті мектеп болды. Не үшін ол мектеп сондай күшті болды десе, біріншіден ислам халифатының астанасы Куфа болды. Имам Али, яғни Али ибн Аби Талиб разияллаху анху, Мединеден астананы Куфаға көшіріп алып барды. Мына қазір өздеріңіз ойлаңыздар. Қазір біздің ең білімді адамдарымыз қай жерде шоғырланып тұр? Астанада шоғырланып тұр. Не үшін? Астана ол. Астана ол біздің астанамыз болған үшін.
Алматыдан да небір мықты ғалымдар, Шымкенттен де, Тараздан да, бүкіл Қазақстанда небір мықты ғалымдар қайда барды? Астанаға барды. Сол себептен де Куфа бұл ислам халифаттығының орталығы астанасы болғандығы үшін бүкіл мықты сахабалар, мықты ғалымдар сол жерге барды. Міне имам Абу Ханифа не үшін ең мықты ғалымға айналып кетті? Өйткені астанада болғандығы үшін. Сол себептен құрметті жамағат, біздер мәселен мынау Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тағала айтады: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم дейді Алла субханаху ва тағала. Сіздер дейді, өздеріне дәлел келгеннен кейін топ-топқа бөлінген, бір-біріне қарамаға шыққан адамдардан сияқты болмаңыздар дейді. Сондай өздеріне дәлел келгеннен кейін топ-топқа бөлінсе, қарама-қайшылыққа баратын болса, ол адамдарға үлкен ауыр азап бар дейді Алла субханаху ва тағала. Сол себептен мәселен кешегі күнде біздер имам Абу Ханифаның дәлелі жоқ деп жүрдік. Бұл мазхабтың дәлелі жоқ деп жүрдік. Дұрыс па, дұрыс емес па? Қанша жігіттер дәлел жоқ деп жүрді. Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тағала фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун дейді. Егер білмесеңіздер, зікір иелерінен сұраңыздар, яғни білімді адамдардан сұраңыздар дейді. Енді біз олардың бәріне, өзіміздің жастарымызға бұл имам Абу Ханифаның мазхабы әрбір мәселені терең зерттеп, соның ішіндегі ең дарада дана жолын ұстағандығын біліп отырмыз. Құраннан да дәлелі бар, хадистен де дәлелі бар. Бүкіл әрбір мәселеде. Енді осындай мықты дәлелдер келіп тұрғаннан кейін де қасарысып, оны алмауымыз, жаңағы Алла субханаху ва тағаланың аятына түсіп қалудан қорқпаймыз ба? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا дейді. Сіздер әртүрлі топтарға бөлінген, бір-біріне қарама-қайшылыққа түскендер сияқты болмаңыздар дейді. Олар қашан мин баъди ма жаъахумул байинат, оларға дәлелдер келгеннен кейін. Яғни біз мәселен ilgari білмедік, мәселен ilgari біздің имамдарымыз білмеді. Не үшін? Мәселен Ратбек Қажы Нысанбайұлы ағамыз мәселен қолынан келгенше дінімізге қызмет қылды, муфтиятты құрды. Бірақ ол кісінің уақытында бір медресе жоқ еді. Бір медресе жоқ еді. Кітаптар жоқ еді. Ол кісі жоқты бар қылды да. Ислам медресесі тек қана Өзбекстанда бар еді. Бұхара деген қалада, кейін Ташкентте бар еді. Ол Ташкенттегісіне қабылдамайтын қазақ адамдарды. Бұхараға 2 жылда бір қазақты қабылдайтын. 2 жылда бір қазақты қабылдайтын. Ол да қабылдаусыз қалып кететін 2 жылда бір. Енді совет тарағаннан кейін бізде Қазақстанда білімді қазақтар Бұхараны оқып келген бармақпен санаулы адам болды. Сол себептен имамдар кімдер болды? Мешіт салуға кірістік. Мешіт салуға кірістік, ол мешітте имам жоқ. Мешіт салуға кірістік, дінімізге не берілді? Ол дінді үйрететін адам жоқ. Немесе дінді үйренетін кітап жоқ. Сол уақытта әркім әртүрлі жолдармен үйренді. Біз сол кезде мәселен кім қалай намаз оқыса да оқысын дедік. Біреу былай оқыды, біреу талтайып оқыды. Әртүрлі кім қалай намаз оқыса оқысын дедік. Не үшін? Адамдар дінді үйрене берсін. Өйткені дінді үйренсе, ең кем Құдайдан қорқатын болса, Құдайдан қорқатын адамнан ешқандай жамандық шықпайды ғой деп. Не үшін? Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тағала кім бір шаң тозаңдай жақсылық істейтін болса, оның ертең қияметте сыйлығын көреді деді. Кім шаң тозаңдай жамандық істейтін болса, ертең қияметте оның жазасын көреді деді. Иманды бола беретін болса, мешітке келетін болса, намаз оқыса әйтеуір болды ғой ол. Алла Тағаладан қорқады. Алла Тағаладан қорқатын адамнан жамандық шықпайды. Енді біздерге қазіргі күндерде Қазақстанда мұсылмандарға бірігетін уақыттар келді. Алла субханаху ва тағала мәселен кейінгі муфти хазіреттің уақытында Әбсаттарға Жеребсәлі ағамыз уақытында да мәселен имамдардың ол кісі дипломатиялық дәрежесін көтеріп кетті. Әкімдер имамдарды құрметтейтін, қабылдайтын үлкен дәрежеге жетті. Енді қазір күндерде біздің муфтиятқа Ержан Қажы Хазірет бауырымыз келді. Майамер, бұл кісі мәселен Египетте 10 жылдан аса уақыт оқыған, осы саланың мықты маманы муфти болып келді. Енді біздерде дініміз өте көтерілетін уақыт келді. Дініміз көтерілетін уақытта біздер бірігетін болсақ, Алла субханаху ва тағала ол жерге өзінің берекеттерін жауады.
Сол себептен елбасымыз біздің дініміз ислам, оның ішінде Абу Ханифа деп фихи мазхабында белгілеп шегелеп қойды. Құран-ы Кәрімде Алла субхану ва тағала атиюллаха ва атиюр расул ва улил амри минкум дейді. Аллаға итаат етіңіздер, Алланың пайғамбарына итаат етіңіздер, өздерінен шыққан басшыларға итаат етіңіздер дейді. Біз басшымыз Нұрсұлтан ағамыз, елбасымыз. Ол кісі осы қазіргі жас болған, қайратты болған, білімді болған, сондай бір муфтиді біздерге сайлап берді. Енді біздердің бәріміз сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы айналасында бірігіп, дінімізді одан артық дамытуымыз керек. Қазір күнде көпшілік адамдар мешітке барса қорқамыз дейді. Мешітке баламызды жіберсе қорқамыз. Мен бүгін болды, бүгін кездесуде болды. Кездесуде болғанда бір ненің 4-ші курс студент тұрып айтты. Мен де өзім дінді ұстаймын деді. Бірақ мен екі інімнен қорқам мешітке жіберуге, әртүрлі басқа жолдарға кіріп кетемін деп. Не үшін солай алаңда болып жатыр? Өздері білесіздер кешегі Сириядағы оқиғаны. Сирияда қанша қазақтың балдары жүр. Бұл дінді түсінбегеннен жүр. Сол жаңағыдегі КТК-дан берген передача мен көрдім несінде. Сонда біреу тұрып айтып жатыр. Бұл жерге келіп соғысу фарыз айын дейді. Ағайындар, бір нәрсені фарыз деп айту үшін адамда білім болу керек. Афта биғойри илмин фадаллу ва адаллу дейді пайғамбар алейхиссалам. Білімсіз фатуа береді, өзі адасады, адамды адастырады дейді. Қалай оны парыз айын деп жүр? Парыз айын деген әрбір адамға парыз деген. Оны сен істемесең күнәһкар боласың. Қараңыз. Құранда не дейді? Құранда Алла субхану ва тағала бұл екі жақта соғысып жатқандар мұсылмандар. Оппозициясы да мұсылман, анау биліктегі де мұсылман. Екі жақта да не бір ғалымдар соғысып жатыр. Екі жақта да не бір мұсылманның жастары соғысып жатыр. Құран кәрімде Алла субхану ва тағала не дейді? Құран кәрімде Алла субхану ва тағала «Ва ин таифатана минал муъминина ихтаталу фааслиху байнахума» дейді. Фааслиху байнахума. Егер мұсылмандардан екі тобы соғысып қалатын болса, олардың арасын жарастырыңыздар, келісімге келтіріңіздер дейді. Жарастырыңыздар олардың арасын дейді. Бір жағына өтіп соғыс деген жоқ. Қайдан тауып алып жүр ол фарыз айын деген сөз? Қараңыз, бұл білімсіздік адамды неге алып барады? Білімсіздік адамды неге алып барады, қараңыз. Сол себептен адам бірінші, сен сол дәрежедегі ғалымсың ба, сен адамдарды сондай үлкен фатуа беріп, адамдарды сондай жерге шақыратын. Қараңыз, анау ит жоқ жерде шошқа үреді деген нәрсе сол да ол. Сол себептен біздер мәселен әрбір амалымызды, мен алдыңғы Әбсаттар Қажы Желепсәл ағамыздың уақытында да ғұламалар кеңесі мүшесі болдым, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанындағы. Қазіргі осы Муфти Хазіреттің уақытында осы ғұламалар кеңесінің мүшесімін. Сонда біз бірінші ғұламалар кеңесінде бізде біраз имамдар болды менден басқа. Содан кейін сенаторлар болды, жаңағы университеттің ұстаздары болды. Сол сенаторлар, университеттің ұстаздары нені айтса тыңдап қайтатынбыз. Дін мәселесін солар көтеретін, дінімізді қалай дамытамыз, не қыламыз. Қазіргі күнде ғұламалар кеңесінде 15 жігіт сайланды, бәрі білімді, яғни өздерінің мамандары, яғни діни, ислам дінінің мамандары шықты. Біздің Қазақстаннан сондай білімді 15 бала ғұламалар кеңесіне мүше болып тұрған жас жігіттер. Бұл біздің бәрімізге де қуаныш. Қараңыз, бұл Қазақстанда діни ахуалдың түзеліп жатқанын көрсетеді. Бірақ әрбір нәрсеге уақыт керек. Мына Худайбия тыныштық келісімі болды. Худайбия тыныштық келісімі болған кезінде ол мұсылмандардың зиянына болды. Бірақ тыныштық деген нәрсе бұл ислам дінін неғылатын, дамытатын нәрсе. Мұны осы елімізде осындай тыныштық болып тұратын болса, біздің ислам діні өсіп дами береді. Ал бірақ біз ана жаққа бір соғысқа кетіп, мына жаққа соғысқа кетіп, өзіміздің Қазақстанда тұрақсыздыққа неғылатын болсақ, бұл дін өзінен өзі іріп жоқ болып кетеді. Сол себептен анау ағаштың бұтағына отырып алып бүйтіп кесіп жатқан адамдар да болар. Ағаштың бұтағына отырып алып кесіп жатқан адам не болады? Ағаштың үстінде отыр. Мойны үзіледі де оның. Сол себептен мәселені сондай жасамау керек адам деген. Әрбір Алла субхану ва тағала беріп жатқан нәрсеге шүкіршілік қылу керек. Алла субхану ва тағаладан қорқу керек. Сол себептен бұл мәселен
елімізде мәселен осындай Алла субханала тағаланың мархаметімен осындай жағдайлар болып жатыр. Осы нәрсеге бәріміз дұрыс қарап, дұрыс неғылымыз керек болады. Алла субханала тағаладан қорқайық.